мектеп гимназиясына тарих пәні мұғалімі. Қоғам белсендісі, мұғалім мәртебесі деген заңды негізін қалаушы ағайымыздың бірі. Бұл ағаймен деңгейлік курста бірге оқығанбыз 3 ай бойы. Мұғалімдерді қорғап, мұғалім мүддесін қорғап жүретін, бізді қорғап жүретін ағайларымыздан бірі. Өмір Шынбекұлы 19 наурызда болатын сайлауға өз үмітін қойған мәжіліс депутаты болуға. Құдай қаласа 19 наурызда кандидат болады деп сенім артып отырмыз. Жолын жақсылар, ана қазақта жолылар жігіттің жеңге салынан шартты жоқ. Бұлай, мәжіліс депутатына түсіп жатырмын. Ол жетіскенін емес, жасым 60 келді, 60 келдім. Бірақ түсу керек болды. Соңғы жылдар мәртебе көтеріліп дейміз, жалақы біраз көтеріліп кетті, онымен аз атқарылатын шаруа өте көп. Ең бірінші жалпы өзіне сыйлайтын мемлекеттерде мұғалімде материалдық проблема жоқ. Ол таңертең кеп балама кешке қандай тамақ істеймін, балам ертең не киеді деген проблема ойламау керек. Ол ойланса, жаңағы мұғалімдік жұмыса білесіздер, шығармашылық жұмысы шығарып демейді. Ойдың бір жерінде материалдық проблемасы. Мұғалімде бос уақыт көп болу керек. Ол кітап оқу керек, кино көру керек. Киноға бару керек. Себебі оқығаннан түйгенін, көргенін бәр балаға ертең айтады, ертең болса бүрсігін айтады, бәр балаға береді, шаға кет қамайды. Мұғалімде саяхаттауға мүмкіндік болу керек. Тек қана Қазақстан емес, тек қана Шымкент Дендрак парк емес, айналадағы елдерге, шетелдерге барып көру керек. Айналып келді, көргенін бәр халықтың баласына бәрі айтып бересің. Андайда андай көрдім, мынайда мұндай екен, халқы мұндай екен деп. Сондықтан әлі мен мәжіліс депутаты болып кетсем, сол мәселені көтеремін. Салыстырмалы түрде жаман емес, бізде жаман әдет бар. Президентте қырғызбен, тәжікпен салыстырады. Жағдай онымен жақсы қой деп. Біз одан үлкенге, одан өзімізден зормен таласуымыз керек. Неге еуромен таласпаймыз? Одан қай жеріміз кем? Құдайға шүкір, біздің жер асты үстіміздің байлығы жетеді ғой. Ал енді мұғалімдерге сонда жағдай жасалса, нағыз енді отборда мұғалімдікке нағыз бәсеке болады. Ер азаматтар көбейеді. Ер азаматтық көп болғанда, білесіздер, өзім мектепте 20 жылдан бері істеймін ғой. Кәдімгідей ең бұзық деген балдардың өзі сәл аяғын тартыңқырайды, қыздар қымсынып, етегін жабады деген секілді. Қазір ер азаматтар аз, білесіздер, сіздерде ауылдың жеті ғой, қаланың жеті көбірек шығар. Қаланың ішінде ары барса 10% жетсе, ер азамат. Оған да жетпейді кейде. Сондықтан біз бәсекеге төтеп бере алатын шәкірттер илейміз десек, балалар аламыз десек, азаматтар болсын десек, біздің мұғалімдерімізді осындай бәсекеге қабілетті болу керек. Енді жаңа кеше былай ақ ерден кеп қалдым айта кетейін. Бір фейк аккаунттар бірдеме осы мектеп туралы бірдеме жазылады. Мен өзі бұрынғы директорым әместеу болыпты. Оны қырғын соғысын, бірақ ашық соғысын. Тасадан тас ату деген, мысалы мен табиғатыма жат. Соғысастарыма ашық соғысыңыздар. Басшыларымыздың бір ішіп болған, жеп болған бар ма? Неге? Тиісті органдар бар. Ал енді жаңа фейк ниет табу қиын емес. Дөу қиын жоқ қазір, технологияның заманында. Ал оны арнайы органдар арқылы тапса, өздеріңізде қиын болып қалады. Сондықтан соғысастырма әріптестер, бізге мұғалімдердің атымызға ұят. Мен жүрген жерімде бірінші таза сайлау өтсек деп жүрмін.
Себебі мұғалімдерге күйе көп жабылады. Елдің болашағы нұрлады деп. Ал жаңағыдай жазып жатқанды көреді де, міне мұғалімдердің психосындай ғой деп тағы бәрімізге күйе жалғады. 2019 жылы 27 желтоқсанда педагог мәртебесі туралы заң қабылданды. 20 күннен кейін Аймағамбет кезекті рет шақырды. Сол кезде мәселе көтерген. Осы заңға сайлауда дауыс ұрлап ұсталып қалған мұғалімге жаза қолданып туралы бап енгізейік деп. Әйтпесе сіздің жазығыңыз жоқ. Сіз кінәлісіз, қасында қайырымды отыр, шолпан таң атына сайлауға барды ма бармады белгісіз. Ол күйе жалғады. Айдалада маған күйе жалғады. Сондықтан бірінші міндет әріптестер алдымызда сайлауды таза өткізу. Мені республиканың белсенді мұғалімдері ұсынып отыр. Түсіңізде қаражатында біраз бөлігін солар жинап берді. Ол жиынымызда әңгіме болды. Егер бірде-бір мұғалім интернетке шығып кетсе, дауыс ұрлап отқанда, ол істі міндетті түрде прокуратураға жеткіземіз. Әдеп кеңесі бар, басқа бар, оны мектепте қалдырмаудың бар әрекетін істейміз. Ол жаңағыдай фейк аккаунттар мен жаңағыдай өсек-аяң тарататындарға да қатысты. Барлық адал педагогтардың аттарына күйе жақпаңыздар, әріптестер, өтініш. Табу қиын емес, басқаны қайдан, сіздің директорыңыз қайдан, маған табу қиын емес ол. Құдай ұлпан өкпеміз. 10 минутта анықтап береді. Әлде болса мүмкіндік берейік, ақылар келсін. Ақылар келсін. Егер оны тауып алсам, мен өзім тоқтаймай қалуым мүмкін. Бір ресми шара қолданып жіберуім мүмкін. Ожақтағылар да бар ма? Білесіздер, ожық тауып білген жігіттерді біразға түсірейік, бұны деп түсіндіңіздер ме? Мәселе қақча. Күнделік болып кетеді. Сондықтан әлде болса ақылға келсін. Соғыстастарым ашық соғысыңыздар. Сіздерге айтатын тұр. Ал енді сіздерге келіп отқан себебім айран сұрап келіп шетелге отырма дейді. Сіздерден әрқайсысынан жеке-жеке бір дауыс сұрап келіп отқан жоқ. Сіздердің әрқайсыңыз маған үгітші болады деп сеніп келіп отырмын. Менде әлгі шығаратын ақша жоқ, қағазда ана бар ма? Плакат ананы ақша жасыратын несі бар? Сіздерге сеніп отырмын. Республиканың мұғалімдері осы ат кемі Шымкент қой, ол Шымкенттің мұғалімін ұсынып отыр. Соны түсінеді деп ойлаймын. Ат не шықса да Шымкенттен шығады деген нашарлау сөзді басқа жағына бұрып, не шықса да Шымкенттен жақсы да шығады деген нәрсе шығармады. Енді намыс қолдан бермейік. Мен жеке бизнесім жоқ. Көп қабатты үйден Нұрсатте тұрам. Оған дейін жасап жүрген шаруаларым көрілгеніңіз келсе, мен аулама келсеңіздер болады. 2017-те келгенде асфальт жоқ, сынып кеткен еді. Ештеме жоқ еді. Қазіргі аппарат басшысы Ғабит Мәуленқұлов Қаратаудың әкімі тұғым. Қатты айттым, жай айттым, есігін тептім, тақылдаттым. Мамыр айында көшіп барған, 16 желтоқсанда открытиесі болды. Ол кезде Ғабит Мәуленқұловтан кешірім сұрадым, қатты айтқан күндерім үшін. Рахметті. Өзім ауылымда да мектеп аштым. Жалпы жүрген жерімде қарап жүре алмайын. Қара басым үшін емес, оның бәрі өзім немерем үшін туғанымда кіріскем алғаш 2012 жылы. Дида көрген кезде 2013-те оқыдық, енден бастап жүргем белсенділік. Одан бері талай таланды, таяқ жедік, басқа сөз естік, үйттік, саған сәрін жіпке ашыққа жазған. Онда былай болған 2013. Мына бізге орындауға міндетті бұйрық шығаратын министр бар ма? Бізге ешкім емес. Себебі білім басқармасының бастығын әкім тағайындайды. Енді көресіздер, министрлер ана жерден ойбай, пәлен реформа, анау дейді, әкімдер реформаға түкеп қойған, сен білім саладың. Білесіздер ма? Субботникке шығаратын еді, сен реформаны кей жатыр. Білесінен стадион демалып тұрсың. Стадионға бар, пәленше келеді. Бұл сіздердің қаладағы іштем емес. Мен Төле би ауданында тұрам ғой. Жаздың күні мұғалімдер отпуске кезде бір дәу әкім тауға демалысқа кететін болса, бір күн бұрын мұғалімдер отпускеден жинап алып, бақылаш жинатады, көше сыпыртады.
Бұл деген кәдімгі баяғы тарихта крепостной шар қол қолымыз. Сәрінжікке соны ашыққа жазғанымда Сәрінжік елеңдеп адам бірақ саға дейіп тапсырма берді. Жаңа Тарықбек қызына тапсырма беріп, ана бәлең үнін өшірдік. Жаңа Тарықбек қыз енді маған айтса, мен бажайда қалам. Ағай айтқаныңыздың бәрі дұрыс, бірақ айтпай-ақ қойыңыз. Айтпағанда сотқа берді екен, біреуге жауап жасқан. Ана сотталып кеткен Суханбердиева деген орынбасары келіп, алып студенттік мектепке. Саға дейтін реформасына қарсы мұғалімдер, жалғау мұғалімдер өзгеріс келмейтін. Ондайдан құтылыңдар деп ашық неған. О кезде де айтшы басшылар, қоя салыңыз деп, неге қоямын мен? Мен әкем 11 жыл дүниеге 4 ашаршылықта немістің пленін НКВД-ның түрмесін көрген адам, сол өлмей қалды. Ал о кісінің көрген азаптарының қасында маған чай жейбан қорыққаны, мен директорымның үйткені бар ма? Іштемеміз ғой. Мен қорқыту қиын. Бір құдай қорқытатын. Сол жолда жүріп, егер мәжіліске барып қалсам, ол жерде де мені аузымды баса алатын күш жоқ, Алла табады өзге. Міне сіздерге сенем, үміт артам, жүрген жеріңізді айтып жүріңіздер. Жалпы мен депутат болсам, жаман болмайсыз мұғалімдік. Қолынан деген барын істейміз, бар айтарым. Сол сіздерге рахмет. Егер ұсыныс пікір айтам деген ойларыңыз болса, мен тыңдауға әзірмін. Ағылшастан дейтін жерге жастар отыр екен. Жасын айтамыз ғой көбірек, сәл аз айтылса, өтсеңіз бәріміз сөйлесіп соған. Одан кейін әйтеуір мына халыққа кішкене тәшір қылатын әйтеуір нәрсе болса деген әңгіме. Мұғалімдердің алдында тек қана осы мұғалімдерге қатыссын, сіздерге керегін, сіздердің не істегілеріңіз келгенді айтып жатырмын ғой. Ал енді бүгін телевизияда айтып бердім, басқа да істейтін шаруаларды ертең 7:25-те ЧТВ телеарнасынан шығарылады. Бізде сөзін ашығы елге ақша жетерлік. Біздегі проблема сол ақшаны дұрыс бағыттамағанда. Мына барып атқан, ұмтылып атқан депутаттар әрқайсысы өзінің бизнесіне қарай бұрады. Мысалы, қой көп болса, мал шаруашылығына салайық дейді. Жол жөндейтін компаниясы болса, ойбай, мына асфальт өндіруге салайық бірдеме деген. Ал сол дұрыс бағыттаса қажет жерге. Мысалы, осы жерлерді қалаға зорлап қосса, соның кесірінен 25%-дан айырылып қалдыңыздар, одан сіздер зиян шектіңіздер. Ал енді қараңыздар, сол кезде біздің экономистердің бастары істемейтіні. Тура осы жердегі жағдайды қайтпасын, қаланың орталығын айтпай қойып, қайтпасын деңгейіне жеткізудің миллиардтар керек, дұрыс па? Оны бірақ ойланып жатқан ешкім жоқ. Қала мегаполис атанғаннан сіздердің бір көліктеріңізді көгеріп, не өткен жоқ, дұрыс па? Қарындарына тойып қалған жоқ, керісінше. Бірақ факт осы, бірақ енді мегаполистің құрамына кірдіңіздер, үлкен құрбандықпен кірсеңіздер, 25%. Енді келетін депутаттарыңызды, әкімдеріңізді жұмыс ету керек. Ең құрғанда қайтпасын деңгейіне жеткізбей дайындайындар деп. Келісесіздер ме? Иә? Міне иә. Мына жақтарына май атасы, Елтай, мына жақта өтеміз, шапырасты мен көріп жүрмін ғой, төлеп алдым тұрмын, бұлай өтіп жүрмін ғой. Мен сол кезде айтқан, бірақ біздің сөзіміз кім естеді? Тек қана елбасы дегеннің көңіліне жағу үшін, Қазақстанда 3 мегаполис бар деп айтып, соның көңіл үшін ғана соны кеңейтіп жүр. Сол кезде мен балам қалалық сәулет бөлімін істейтін, төніме сол келетін кезде жөнімен отырып барма, мына ауылда мынанша халқынасың, орындарына сүйреп алып қос сіздер. Келатқан елбасыны қуанту үшін, сол бір адамның көңілін табу үшін. Ал бір адамның көңілін табамын деп қанша адам сіздер зардап шектіңіздер. Жалпы ондайға жол бермеуіміз керек болашақта. Сол бағытта жұмыс істейтін боламыз.
Мен білемін сіздерде проблема өте көп екенін. Өте көп коммуналдық салада, басқа салалар иә. Сондықтан тек қана білім емес, басқа жағында қозғаймын. Айта беріңіз. Біз мектеп туралы айтпақшы едім. Оқушылар комплект класстар бар ғой. Класста оқушының бала санын комплект классын азайтса деген ұсыныс айтар едім. Сосын математика пәндер бар ғой. Мысалы 25, 20, бізде оншалық көп емес, кейбір класстарда 24-26 бала бар да. Шуларды бөліп оқытса деген ұсыныстар айтар едім. Ұсынысыңыз өте орынды. Оқушылардың саны, мысалы класстарда 25-30-дан емес, 15-16 болса жақсы болатын еді балаларға, оқытушыға да жеңіл. Негізгі айтқан мәселеңіз өте өзекті, бірақ әңгіме былтыр шу болды ғой, әлгі денесін тұрыш бөлген. Сөзін ашығы біздің қаламызда, енді бәрін білем ғой, бір ұшақ мектепте денешілікті бөліп оқытуға жағдай бар. Ал 90 сантиметр, қасына 89 метр жобалар ерекше де, 3 спорт залдан бар. Енді мойындау керек, физрук әріптестер бөліп оқытып жатқан шамалы еді ғой, дұрыс па? Біреу өтіп жатқанда, біреу қаяқта жүрді. Бірақ біздің министрліктің ақымақтығы оны сабақ басталардан 20 күн бұрын емес, 1 жыл бұрын дайындау керек еді. Ай, біразын бос қаласын, дайындал, орнын тап деп. Ал біздегі мамандардың сапасыздығы ғой, тура 20 күн болғанда шуғып митинг болып кетеді, басқа елде болғанда халық көше шығып кетеді. Ал сіздің айтып отқан мәселеңізде егер мынау қаланың сыртында сіздерде бос класстар бар шығар. Мысалы, қаланың ішінде көптеген мектептерде бос бөлме жоқ. Мысалы, мен 41 мектепте бір әжетхананы класс бөлмесі қойғанбыз. 2019 жылы 80 мектепте дау болды, моншада оқытпады деп. Мен сол кезде 80 мектепте немерем барады, қамқорлық кеңесінің төрағасы тұрмын. Ана директорды тура барлық дүниедегі қаламыздағы проблеманы бәрін осы директор кінәлі сияқты. Кейін сонымен қорғап шықтым, 2004 жылы Нұртаттың несі генплан жасаған кезде оған генпланға міндетті түрде анау сесін бастығында қол қояды. Әйтпесе генплан қабылданбайды. Генпланның сесін бастығы 2004 жылы білсем орынбасар екен. Сіз қайда қарадыңыз сол кезде? Сіз соттау керек деді. Алдыңызға қойып қоймайды, демографиялық не бар ғой? Мысалы, биыл мынанша бала туды, ол 3 жылдан кейін ол балаға мынанша балабақша керек, 6 жылдан кейін мынанша мектеп керек. Ал сендер Нұрсатқа мектеп салатын орын қалдырмағансыңдар. Міне сіздерге айтып тұрған проблема, егер сіздерде арны бос кабинеттер болса, әрине бөліп оқытуға не жетсін? Бөліп оқытуға не жетсін? Өте орынды. Мәселе бізде тіпті қаламыздың өзінде қазір 12 ма, 13 ма, 3 ауысымды мектептер бар. Оларда бөліп оқытпақ түгілі жаңағы 2 ауысымға жеткізсе, соның өзіне қуанады. Ал бірақ сіздіңкі болашақта барамыз. Ол үшін алдымен жаңағыдай 3 ауысымды мектептер, одан кейін 2 ауысымды мектептер секілді орын тапшылығын жою керек. Сонда ғана қол жеткіземіз. Еңбек планында ол балалардан қыз балаларын бөліп оқыту керек. Бізде қазір мысалға толым қысмаған дейді да қосып балалардың қыздар. Мен оқытады. Барып станок істеген кезде қыздар. Кепілді қорлық қылған болса балалар. Осы мәселеге де қарап керек. Құдай қаласа мен тілегім, сіз өзіңіздің мұғаліміңіздің ішінен шығып, сол жаққа өзіңіздің намзадыңыз қойған екенсіз. Осындай мектептердің барлығын арзанысында кетті күш бар. Кең күш. Конечно, осы жерде отырған мұғалімдер барлығы мұғалімдерін қолдайды. Құдай қаласыға сәттілік, өзіңізге өтіп кеткеніз біз қолдаймыз мұғалімдер. Сіздерге сергеннен түсіп алыр ма? Әйтпесе миллиардерлермен талантын өлім ажын түсір ма? Барлық мектеп мұғалімдерді осындай кездесіңіз. Сіз өзіңіз жүргеніңіз жоғары. Құдай қаласыға. Ана мен бір конкурентім бар ма? Целый автопарк андай іргіле жатыр ғой. Сондайлар бар, самолеті бар ма? Мен жұмысқа 14-ші маршрутым бар керек. Бірақ сіздерге сенгеннен түсіп алыр. Қолдаймыз. Рахмет сіздерге. Біздің проблемамыз шешіп беріңіз.
Keyin problemamiz. Tez mектепти жүрсек, жаңа проблеманы киеге қоймасақ, ол проблеманы шешіп береді. Қатты шешіп, ол кезде ол кісіге қиын болып қалады. Аняға шағып дегенге не қылады, ойлансын әнде осылай. Егер айдамай жүрген болса, маған айтсын. Кейбір мәселе аралап жүрмін ғой, кейбір мәселе ардай, жетай соттасып алады да, тыңдасаң, әшейін бір шай ішінде шешілетін мәселе. Күйіп кетесің. Жаңағы 29 жылға кетті, 6 ай айтсын. Кейін шам киіп ағай барып дешті, бар етінде болсақ қойып. Оңайтын нәрсе бар ма? Анау тек адамдардың екеуі екі жағы кішірек істемейді да. Сондай. 26 мектепте де сондай 2 жыл болды көрді. Екеуінде несі, екеуінде тыңдадым. Осы екеуі де кішірек істемейді бұл. Арғайсының қасында серіктері бар да, керосин шаш отыратын. Сондай әріптестер, мұғайым деген атымызға сай болайық, жаңағыдай ұсақты қойып. Бөліп оқыту дегенде, орыс тілі пәнінде. Енді тура оқу былай деп жатыр. Бізде алдыңғы жылға айтып былай, әріптес алдыңғы жылға қарамасақ Әзербайжан жеңісі, Әзербайжандағы армяндар жеңісі, содан бері түркі дүниесін қатты бір-біріне жағымдастырып алды. Оны неге айтып жатырмыз? Біз түбінде бүкіл түркіге ортақ, қазақ өзбек деп бөлмейтін бір тарихты оқуымызбын. Алғаш шығып қалды, менде бар түркі тарихы деген. Түркі әдебиеті деген бар да. Бірте-бірте осымен алыстағанымыз сізге де, бізге де бәрімізге жақсы. Түркі болар. Жоқ, сіз пенсияға шыққанда көріп кетпейді. Сізге сағат табылады. Уайымдамаңыздар. Жалпы тенденция соған бағытта кетіп барады. Түркілерді бір бөлімдерді бөлінді. Анау 18 жылы армяндар қазақ өзбек деп отырмасек, бәріміз бірге бір милләт болып келетін ондай болды. Бізді қолдан бөліп жіберді. Қолдан. Солай. Аға, айтатындарыңыз болса, айтыңыздар. Онда сіздерге рахмет. Табыс тілеймін. Отбасыларыңызға береке тілеймін. Қыздарымыз қаңғалақта жүріп мейрамды құттықтап алатын ғой. Қыздар мейрамдарыңызбен өте рахмет. Рахмет.